Мынау түнгі сағат 12:30. Мына міне бер жақ жағада 40 машина қалып қойдық. Ішінде екі қабат әйелдер, баладар кішкентай. Маса деген буып тұр. Мына біздің мемлекеттің дамығаны осы, мына 30 мемлекеттің қатарында біздегі. Ана машинаның аяғы қайда жатыр. Біздің халықтың мына жуастығы қой секілді болып кеткенбіз әбден. Не аузымызды ашып айта алмаймыз, диванда жатып айғайлаған болмаса. Қанша азаматтар, енді ана паромды шақырып, міне бәрі парларын қосып маркет етіп тұр. Далада қонатын емес, не тамақ ішетін жер жоқ. Аш, жылаған баладар, кемпір шалдар әрине мыналар. Бәренбай машина тұр. Енді осыны азаматтар, күршімдіктер, марқа көлдіктер бір бас қосып жиналатын уақыт болды ғой. Осының зардабынан осы біздің тамаша өңірімізде азаматтар қалмай жатыр. Елдің бәрі көшіп жатқанның бәрі осы бір көпірдің жоқтығынан, қатынастың жоқтығынан. Сондықтан да бір бас қосылып, осыны жоғары жаққа жазатын, айтатын азаматтар, қайдасыңдар, біріктер, площадьқа шығайық, митинг жасайық, шеру жасайық. Осының бәрін ел басына, президентке жеткізетін уақыт жетті. Сондықтан күнде көріп жүрген азаптарыңыз осы ол. Бүгінгі ғана күндегі емес. Сондықтан да ояныңдар. Сағат болса бір болды түнгі. Иә, сағат болса түнгі бір болды. Өзіміз жағдайымызды сұрамасақ, жыламаған балаға емшек бермейді, но не тіршілік. Осындай өмір бола ма? Бастықтар үйлерінде жатыр, қатындарын жандарында спокойно ұйықтап. Міне, қарапайым халық өстіп жүрген. Сондықтан осыған шара қолданып, лебіздеріңізді білдіріңіздер. Шеруге шығу керек, площадьқа шығу керек. Марқа күршімнің азаматтары қосылса, 5-10 мың адам жиналады. Сондықтан осының бәріне ояныңдар азаматтар. Осының бәрі міне әйелдер жасап жатқан тіршілік. Бір еркек жоқ. Қатын бастаған көш озбайды дегеннің бәрі міне әйелдер. Осы бәрі шеруді, бәрі жағдайға әйелдер ғана шырылдап жүр. Еркектер жүрміз солардың көлеңкесінде.